Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы Қазақстан аумағында темірдің игерілуі. Екінші сабақ. Оқушылар естеріңізде болса өткен сабақта айтқан едім, осы тақырыптың 2 сағатқа берілгенін. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: темір өндіру адамдар өмірін қалай өзгертті? Сабақтың мақсаты: темір дәуірі мен оның кезеңдерін білетін боласыздар. Ерте темір дәуіріндегі кен өндіру тәсілдерімен танысатын боласыздар. Ең алдымен оқушылар білімін сайтын пайдаланып, Қазақстан аумағында темірдің игерілуіне байланысты бейнематериалды көретін боласыздар. Темір дәуірі жайында не білесіңдер? Темір дәуірі қандай кезеңдерге бөлінеді? Ерте заманда темірді қалай өндірген? Темірді балқыту үшін қанша градус температура қажет болған? Темірді игеру ерте темір дәуірі адамдарының тұрмысын жеңілдетті ме? Темірді игеру кезінде белгілі бір тәсілдер пайдаланды ма? Темірді игеріп, одан қару-жарақ жасауды үйрену жаңа жерлерді жаулап алуға мүмкіндік берді ме? Осы сұрақтарға жауап берейік. Темір дәуірі жайында не білесіңдер? Темір дәуірі тас пен қола дәуірлерінен кейінгі үшінші ірі археологиялық кезең. Оның бірінші кезеңі ерте темір дәуірі деп аталады. Біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтың басынан осы заманға дейінгі кезеңді алсақ, темір адамзаттың заттық мәдениетінің негізі болып келді. Ежелгі металлургия орталықтарына орталық және шығыс Қазақстан кіреді. Темір дәуірі қандай кезеңдерге бөлінеді? Темір дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 8-3 ғасырларды қамтитын ерте темір және біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші, біздің заманымыздағы 6-шы ғасырлар аралығын қамтитын кейінгі темір дәуірлері болып екіге бөлінеді. Темір екі жағдайда кездеседі. Оның бірі жердің өзінен пайда болған жерлік темір, екіншісі аспаннан метеорит түрінде жерге түскен космостық темір. Темір өте төзімді мықты металл. Ежелгі дәуірде темір алтыннан да қымбат бағаланып, көк құдайының сыйы болып есептелген. Ерте заманда темірді қалай өндірген? Кеншілер темірді пеш көрікпен өндірген. Алдымен тастан немесе шикі саз балшықтан салынған пештің астынан ауа үрлейтін көрік орнатқан. Содан кейін пештің ішіне бірнеше қатар етіп, отын мен кен тасын қалап, отынды тұтатып, көрікпен ауа үрлеген. Темірдің шала қорытылған қиыршықтарын бөліп алып, төске салып, балғамен соғып, сом темір алған. Темірді балқыту үшін қанша градус температура қажет болған? Ауа үрлейтін көрікпен пештің ең жоғары температурасын 1200 градусқа жеткізген. Кен тасы ұнтақтарынан балқыған темір алу үшін 1530 градус температура қажет болды. Сондықтан темірдің шала қорытылған шикі қиыршықтарын алуға ғана мүмкіндік туған. Темірді игеру ерте темір дәуірі адамдарының тұрмысын жеңілдетті ме? Еңбек құралдарының темірден жасалуы жер өңдеуді жеңілдетті. Сондай-ақ, темірден жасалған еңбек құрал жабдықтарын бақташы тайпалар күнделікті тұрмысында кеңінен пайдаланды. Ат әбзелдер мен соғыс құралдарын жасауда да темірді пайдаланды. Темірді игеру кезінде белгілі бір тәсілдер қолданды ма? Адамдар біртіндеп тәжірибе жинақтап, темірді балқытпай қыздыру арқылы берік, еңбек және соғыс құралдарын жасауды ойлап тапты. Темірді өңдеудің бұл тәсілін бүгінгі күнге дейін қолданып келеді. Ол металды салқын өңдеу деп аталды. Ерте темір дәуірі кезеңінде шеберлер құю технологиясының түрлі әдіс тәсілдерін меңгеріп, техникалық өңдеу арқылы бұйымдарға түрлі пішім берді. Темірді игеріп, одан қару-жарақ жасауды үйрену жаңа жерлерді жаулап алуға мүмкіндік берген шығар. Темірді пайдалану қару-жарақтың түрін жетілдіріп дамытты. Бұл тайпаларға жаудан қорғанып, жерлерін кеңейтуге мүмкіндік берді. Күнделікті тұрмыста дөңгелекті арбаның қолданылуы сауда-саттықтың дамуына зор әсерін тигізді.
Оқушылар, біз бейнематериалды көріп аяқтадық. Ал енді тапсырма орындайық. Темірді игерудің адам өміріне тигізген бірнеше әсерін белгілеңіздер. Оқушылар, бізде 6 әсер бар. Осы 6 әсердің ішінен сіздер 4-еу нақты немесе 5-еу нақты тигізген әсері болуы мүмкін. Оқушылар, тапсырманы орындап болсақ, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.